Қайырлы күн. Бүгін біз салбыраған қабақты көтеруге арналған жаттығулар жасаймыз. Ең алдымен кеудемізді жоғары көтеріп, терең тыныс алып, бойымызды босатамыз. Мойнымызды жарты шеңбер жасап айналдырамыз. Осылайша біз қан айналымын жақсартамыз. Және де жұдырығымызды тиіп, екі қолымызды бір-біріне біріктіріп, осылай қолымызға жаттығу жасаймыз. Осылайша біз кеудемізді, сондай-ақ жауырынымызды ашамыз. Енді қолымызға крем жағып, мойнымызға осылай массаж жасаймыз. Лимфа жолдарын ашамыз. Қан айналымын жақсартамыз. Құлағымыздың ұшынан бастап, жайлап құлағымызға массаж жасаймыз.
Екі саусағымызбен қасымыздың үстін басамыз. Сондай-ақ теріні емес, тереңірек басуға тырысыңыздар. Сұқ саусағымызды қасымыздың ұшына тіреп, көзімізді кезек-кезек жұмамыз. Енді сұқ саусағымызбен қасымызды жоғары көтеріп, көзіміздің қарашығын жылжытамыз. Саусақтарымыздың ұшымен көзіміздің астын жайлап шымшимыз. Енді бас бармағымызбен және сұқ саусағымызбен қасымызды жайлап, қысып, массаж жасаймыз.
Саусағымыздың ұшымен мұрынның жоғарғы жағынан бастап, қабаққа дейін жайлап, домалата массаж жасап, уқалаймыз. Сондай-ақ басымыздың екі жағынан осылай саусағымызбен қысамыз. Саусақтарымызбен көзімізге көзілдірік жасап, сондай-ақ жан-жағында шел болмау қажет. Көзімізді кезек-кезек қысамыз. Аузымызға ауа толтырып, ауаны кезек-кезек екі ұртымызға жылжытамыз. Сондай-ақ көзімізді тез-тез жыпылықтатып, алысқа қарауға тырысамыз. Алақанымызды қыздырып, көзімізге жабамыз. Осылай 30 секундтай тұрамыз.
Осымен қабаққа арналған жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.